Ел дамуына өз үлесін қосу әрбір қазақстандықтың басты міндеті. Мұны халықаралық болашақ бағдарламасының түлектері терең түйсінеді. Экономикалық, гуманитарлық, инженерлік, техникалық, медициналық салаларындағы еңбек нарығына аса қажетті жас мамандар бүгінде оқуын тәмамдап, отанымызға оралып жатыр. Тек биылдың өзінде елге қайтқан түлектер саны 1000-нан асқан. Бұл өткен жылмен салыстырғанда едәуір жоғары көрсеткіш. Енді алда тұрған басты міндет әлемнің үздік оқу орындарын аяқтап келген түлектерді жұмысқа орналастыру. Кадрдың қадірі қашпас үшін халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының басшылығы болашақтықтарға дер кезінде жұмыс тауып береміз деп уәде беріп отыр. Ал оқып тоқығаның өз елімізде кәдеге жұмсасам деген түлектердің тілегі де жақын арада орындалатын сыңайлы. Осы жылдан былтыр осы жыл қабылданған 4 ұлттық стратегиямыз бар ғой. Өдемелі индустриялық инновация, білім беру жүйесі, денсаулық сақтау және тілдер бағдарламасы. 4 басымдылық бағыттарымыз осы 4 бағдарламаны кадрлармен қамтамасыз ету. Халықаралық бағдарлама орталығы бұл стипендия иегерінің оқу жоспарын осы жұмыс берушімен келісіп бекітуге, жоғары оқу орындармен жұмыс берушінің талаптарын енгізуге, жоғары орындармен біз өзіміздің партнерларымыз, ортақтарымыз, солармен жұмыс істеп, тікелей жұмыс істейміз. Мен оқуды болашақ программа байланысты бітірдім. Қазір мен Қазақстан ғарыш сапарында жұмыс істеймін.